Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, бүгін осы бір әңгімемен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Бір кісінің әйелі жылда саяхатқа шыққысы келіпті. Күйеуі үнемі келесі жолы барамыз деп ысыра беріпті. Бір жылы үй ремонттаса, келесі жылы монша ремонттаумен уақыт өтті. Әйелі жылда барайықшы деуін қоймайды. Биыл гаражды дұрыстап алайын, келесі жылы деді. Жарқырап жазда аяқталды. Сол жылы күзге таяу әйелін жақын маңдағы тау шатқалына апарды. Әйелінің жүзі бақыттан бұлбұл жанды. Келесі жылы шетелді көрейікші деді әйелі. Осы үйдің заборын ауыстырсақ, рахаттанып отырамыз, сосын барамыз деді. Ол кезде бейнеттің зейнетін көретін жаста еді. Хан мен қараға бірдей келген індет бұны да соқпай өтпеді. Бір күні соңғы демі үзілді. Өмір бойы тірнектеп жинаған, ремонттаған үй мүлкін келіні мен баласы сатып басқа жаққа көшіп кетті. Кім үшін өмір сүрдің? Өмірден өткен жақсы адам. Ертең, сонда қашан? 100 жыл өмір сүретінге сенімдісің бе? Неге соза бересің? Ертеңге кім кепілдік береді? Ертең бай қуатты өмір сүруге бүгін не жасадың? Ертеңгі өміріңді дәл қазіргі әрекетін шешіп жатыр. Ойланба, уақытың тым шектеулі. Сен күткенмен уақыт күтпейді.